Қан іс-шара бүкіл қазақ халқы үшін, алаш халқы үшін үлкен маңызы бар деп ойлаймыз. Сонымен сіздің өзіңіздің ой пікіріңіз осы ұйымдастырылып жатқан шараға берер бағаңыз және болашақтағы жоспарларына берер бағаңыз айтып өтсеңіз. Иә. Өте дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Қай қазақтың азаматы болса да бүгінгі күні мынау өтіп жатқан мәселеге тек қана жақсы баға беруге тиіс деп ойлаймын. Неге десеңіз, біріншіден ол кісінің кез келген ұрпақты біз қалай тәрбиелеу, оның қандай маңызы болу керек, мақсаты болу керек. Өткенімізді еске алып, жаңадан балаларға жаңа бағытта болашағын, келешегін көрсетіп, қай бағытта жүретін мәселелерді осындай үлкен іс-шаралардан көруге болады. Оның біріншісі міне осы бүгінгі күні осы мектептің басы 76-шы жалпы білім беретін мектепте Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің сауалы. Бұл тек қана осы мектептің төңірегінде болатын шаруа емес қой. Бұл Әлихан Бөкейханның атымен аталғаннан кейін барлық білім беру жүйелерінде өтуге тиіс деп ойлаймыз. Сонда не дарады? Осыдан енді осы жерде бірінші күн болғаннан кейін биылғы жылғы 150 жылдығына байланысты, Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына байланысты алғашқы іс-шара өтіп жатқан. Оның өзінде осы жаңағы балалардың жаңағы жас бөлімде сарайында кейін үшеу келіп, міне ары қарай жалғастырып кетті. Ондағы негізгі мақсат бұл мектеп өзінің қазақ мектебі болғаннан кейін өзінің бір бет пішіні болу керек қой. Осындай бет пішінінде соны көруге. Айырмашылығы не? Басқа мектептерге қарағанда өзінің бір ерекше ұстанымы бар ма бұл мектептің осы бағытта? Адам тәрбиелеуде, болашақ тәрбиелеуде. Енді әр адам, әр азамат өзі өмір сүргеннен кейін болашағын болжау керек қой. Осының ішіндегі ең бір өзекті мәселе ол жаңағы адами рухани құндылық. Осы адами рухани құндылықты жаңағы қалай біз балаларға тәрбие ретінде береміз? Оны қалай сипаттайды? Оның қыры мен сырын біле ала ма? Жақсы мен жаманның ария ала ма? Ұлтымыздың қандай құндылықтары, осыларды тани ала ма бүгінгі ұрпақ? Міне мәселенің бәрі осында болып отыр. Яғни Әлихан Бөкейхан тек қана жаңағы жазушы дейміз, ақын дейміз, содан кейін жаңағы ғалым дейміз, кемеңгер, сондай үлкен адам деп атап жатырмыз ғой. Мен айтар едім, бұл кісінің жаңа қыры мен сыры көп. Әр салада бұл кісінің қолы таңбасы тимеген жер жоқ. Соның бірі